Енді сіздерге жалпы телефонмен қалай монтаждау керек, сол туралы айтатын боламын. Телефонмен монтаждаған кезде мен сіздерге қазір тек қана бір бағдарламаны көрсетемін. Ол бір телефонға арналған, iPhone-ға арналған видеолип бағдарламасы. Ол өте тиімді және де қазіргі таңдағы өте трендтағы бағдарлама. Ол бағдарламамен көп нәрсе жасауға болады. Жалпы компьютермен жасап жүрген эффекттерді, компьютермен жасап жүрген құрылғылардың барлығын осы телефонмен және де осы бағдарламамен жасауға болады. Кеттік, енді көрсетейін. Видеолип бағдарламасына кіреміз. Кіргеннен кейін сіздерге плюс деген шығады мына жерде. Плюсті басамыз, өздеріңізге қажет деген видеоны таңдап аламыз. Мысалға мына видеоны және де мына видеоны және де соңғысы мына видеоны алайық. Добавить проектке басамыз. Енді әрқайсының переходтарын алып тастаймыз. Ортасында тұрған переходтар барлығын алып тастаймыз. Алып тастағаннан кейін жеке бүйтіп үлкейтсеңіздер болады. Екі қолмен, жалпы екі саусақпен бүйтіп екі жаққа тартсаңыздар үлкейеді. Кеттік. Сәлем кәсіпкер. Басында болсын. Қалған екен, кішкене қысқартамыз. Сәлем кәсіпкер. Бүгін біз осы парақшада толықтай пайдалы ақпараттар беретін боламыз. Сонымен кеттік. Кеттік дейді. Кеттік деген кішкене жерініп қалды. Жәбет созамыз. Енді переходты алып, жалпы масштаб деген бассақ болады. Өздеріңіз қалағандай мына жақта көптеген переходтар бар. Егер сатып алатын болсаңыз, платнилар да бар, өзіңіз қолданып көрсеңіздер болады. Мына жақтың барлығын бүйтіп кішкене қажет жерге дейін алып, мына жақта жалпы разделить деген бар. Міне разделить, соны бассаңыздар, мына видеоны скорсын ұлғайтуға болады. Былай. Міне, барынша ұлғайттық және де өзінің звугын, аудиосын без звукқа қойып тастаймыз. Сәлем кәсіпкер. Боламыз, сонымен кеттік. Бере аласың. Ақпарат бере аласың. Сапар қандай пайдалы ақпарат бере аласың? Мына видеоны қате болып кетті. Жалпы өшіріп тастайық. Және де мынаны бүйтіп соза салайық. Кеттік. Видеоны қайтып созсақ болады. Және де мына жерде бізде звук жеңіп кетті. Соны алып тастайық. Сапар қандай пайдалы? Осы жерге міне разделитті басамыз және де мына звукты аламыз да бұның аудиосын без звукқа қойып тастаймыз. Және де скорсын алып максимум қойып тастаймыз. Сол кезде ол өте қысқарады. Кеттік. Сапар қандай пайдалы ақпарат бере аласың? Қандай пайдалы ақпарат бере аласың? Сапар қандай пайдалы ақпарат? Міне, және де мына жақта біз қолдан переход жасалған. Көрдіңіздер ғой. Қолдан переход жасау өте оңай. Бұл сіз былай қайырып жіберсеңіз, келесі кадр осылай басталу керек, немесе былай қайырсаңыздар болады. Келесі кадр осылай қисайып басталу керек. Қысқасын айтқанда, қай жаққа қарай бұрастар, келесі кадр сол жақтардан басталу қажет. Мысалға мына жақта төмен қарай бұрып жібердім. Келесі кадрда мен жоғарыдан алып келдім. Бұл да бір переход, қолдан жасалған переходтардың бірі. Пайдалы ақпарат бере аласың? Азамат шықты. Мен бұрдыңыз. Бұрған кезде келесі кадр. Көруге естірім. Таншы пайдалы ақпарат айтшы. Таңшолпандан кейін мен шығам. Телефонмен монтаждауға арналған. Енді бұны фоновый музыка жасау қажет. Фоновый музыканы бағанағы видео сабақта айттым мен, өте маңызды деп. Енді осы жерге қалай фоновый музыка жасаймыз? Алдымен мына видеоның форматына байланысты музыка іздейсіз. Бұның форматы кішкене лайфхак.
лайфхак, енді пайдалы ақпарат болғандықтан астында бит, рэп айтады ғой, рэптің биттарын қолдансаңыздар болады. Мысалға ютубқа жазасыздар, ютубқа кіресіздер, мына жақта мына минус бит деп тұр ғой, мысалға минус бит деп жазасыздар, сосын барып любой біреуін таңдап аласыздар. ютубтан алсаңыздар болады, телеграмнан өздеріңіз қалағанды таңдап алып, оны жалпы қолдансаңыздар болады. Мысалы, ютубтан қалай аламыз? Поделиться деген басамыз, копировать ссылку. Және де мына жақта негізі сіздерде лайбот деген бар, телеграмда. Сіздің ютубтағы видеоларыңызды алып, жалпы музыкасын ғана алып береді. Мысалы, лайбот деген мынау не? Осыған сообщение ретінде бағана ссылканы вставить етіп жібересіздер. Ал сізге ол мына музыканың өзін шығарып береді. Енді музыканы таңдайсыздар да барып оны видеолипқа жібересіздер. Міне. Переслайд басасыздар, және де мына жақта ищеға кіресіздер. Сосын барып мына жақта видеолип шығарып, скопировать видеолип. Міне. Мен музыка кетті, енді осы музыканы аласыз, үстінен басып тұрып мына жаққа алып келесіздер. Ең басына. Ең басына алып келгеннен кейін музыканың жалпы громкості кішкене азайтасыздар. Бір 20-ға қойсаңыздар жететін шығар. Міне 20-ға. И басталды. Сәлем кәсіпкер, бүгін біз осы парақшада толықтай пайдалы ақпараттар беретін боламыз. Сонымен кеттік. Сапар, қандай пайдалы ақпарат бере аласың? Жалпы ютубта көрінге қанша ақша береді? Жалпы миллион просмотрға $1000 ақша. Вот, мына звук қойылды. Қалағандарыңызды. Бұл жерде тек көрдіңіздер, толықтай видеоға музыка қойылды. телефонмен монтаждауға арналған бағдарламалар тізімі. Барлығын скачать етіп алыңыздар, тексеріп көріңіздер, өте қызық бағдарламалар, кеңес беремін. Енді бұлардың айтқандарына байланысты жалпы үстіне материалдар қоя аласыздар. Видеолиптің артықшылығы осындай миксер деген бар, сол арқылы сіздер жалпы мысалға қараңыздар. Ақпарат бере аласың. Жалпы ютубта деп жатыр ғой, енді ютубқа сіздер гуглға кіресіздер, ютуб PNG деп жазасыздар. Сөйтіп не жіберген кезде сіздерден мынандай нелер шығады, суреттер шығады. Кез келген біреуін алып, жалпы картин міне, мына PNG форматта. Осыны алып, добавить фото дегенге басасыздар. Сол кезде сіздерде бағана фото сақталады. Видеолипқа кіріп, мына жақта плюсик бар. Сол плюсті үстінен басқан кезде, қараңыздар, мына плюсті басасыздар. Және де мынау қызыл бағана алған видеоны аласыздар. Добавить проект, және де мынаны таңдайсыздар да, мына жақта микшер деген бар. Сол үстіне шығарады. Оның үстінен бүйтіп басып тұрып, сіздер қалаған жеріңізге алып барып қойсаңыздар болады. Мысалға, бағанағы сапар YouTube деген жерге алып қоясыздар. Сол кезде әрбір потекстовый дейді ғой, айтылған сөзге байланысты жалпы видеолар немесе суреттер қойылуы. Мысалы, қараңыздар. Сапар, қандай пайдалы ақпарат бере аласың? жалпы ютубта Көрдіңіздер, ютубта деген кезде бүйтіп алып қысқартып мына жаққа қоя саласыздар. Енді анимация берсеңіздер болады, в начале деп появление. жалпы ютубта көрінге қанша ақша береді? Жалпы миллион просмотрға $1000 ақша береді, және ол ақшаның өсіп кемуі сенің тұратын жер. Түсінікті ғой, сіздер суретті қойсаңыздар болады, немесе видеоны қойсаңыздар болады. Қысқасын айтқан кезде бағана микшер арқылы біраз нәрсе жасауға болады. Осы арқылы мынау қарапайым ғана сіздерге ютубқа арналған жалпы инструкцияларды бердім, ең қарапайым түрі. Сондықтан да ескеріңіздер, осы телефон арқылы өстіп монтаж жасауға болады. Музыка қойдық, фоновый музыканы қайдан алсақ болады, соның барлығын айттық, және де суретті қойып үйреттім. Осы сияқты сіздер көптеген суреттерді қоя аласыздар. Кез келген суретті қойсаңыздар болады, және де звукты қойсаңыздар болады. Қысқасын айтқанда өстіп монтаж жасалынады. Енді экспортты басамыз. Экспорт басқан кезде 1080-ге қоямыз, және де 50-ге қоямыз. Сохранить дейміз видеоны. Сол кезде сіздің видеоңыз дайын болады. Қысқасын айтқан кезде барлығы дайын. Енді нәтижесін көрсек, қандай видео шыққанын. Нәтижесінде мынандай видео шықты. Бүгін біз осы парақшада толықтай пайдалы ақпараттар беретін боламыз. Сонымен кеттік. Сапар, қандай пайдалы ақпарат бере аласың? Жалпы ютубта көрінге қанша ақша береді? Жалпы миллион просмотрға $1000 ақша береді, және ол ақшаның өсіп кемуі сенің.
Құрметті курсқа қатысушылар, монтаж дегеніміз осы, барлығы қарапайым, және де сіздер қалаған суретті, қалаған видеоны, қалаған тексті өздеріңіз қоя аласыздар, эксперимент жасап көріңіздер. Видеода, видео сабақтарда бар, қарап көрсеңіздер болады ютубта, сол арқылы өзіңіздің навыктарыңызды дамыта аласыздар. Барлығы осы монтаж сабағы осымен аяқталды. Рахмет.